Достар, Кореяға келіп тұрып, косметологияға келмегенім күнә болар деп, Vans клиник деген жерге келіп қалдық. Бұл Кореядағы өте танымал клиникалардың бірі, барлық қалаларда филиалдары бар, ал біз Тэджон қаласындағы филиалына келдік. Іші таза, атмосферасы өте жайлы екен. Менің мақсатым бұл жерге келгендегі бетімнің жалпы сапасын тексергім келіп тұр. Одан кейін бізге ұсынылатын процедураларды таңдайтын боламыз қазір. Бетімнің сапасын білу үшін алдымен бетімді жуып, осы аппаратқа келіп отырдым. 그리고 모공 늘어짐도 있는 편이고, 그래서 일단 색소 치료랑 모공 치료 같이 Пиготоник делается от 10 процедур. Маған айтты, сол жүктіліктен кейін сізде пигментация бар деді. Бетіңіз құрғақ екен деді, және поралар кішкене үлкейген деді. Басқа бөлмеге келдік. Келесі процедураға, скорее всего, ол лазер болады. Енді міне көріп тұрсыздар ма пигментацияны? Босанғаннан кейін пайда болған. 4 жылда 3 рет босану оңай емес сіздерге. Кішкене ауырды. Қазір енді не істейді көреміз. Мына уже 4-ші жер. Күшті, бірақ отношениесі, сөйлесуі, құрметі. Екі апта бойы күнге шықпайсыз деді, және тренировка жасамаңыз деді, және SPF-сіз вообще далаға шықпаңыз деді. Мүлдем. Осымен бүгінгі процедура бітті, достар. Бұл Кореядағы қазақ отбасы, тіркеліп кетіңіздер.